Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз балаларымыздың сүйікті тағамдарының бірі пицца жасайтын боламыз. Пиццаны барлық балақайлар ұнатады. Сізге бар болған 10 минут уақытыңыз кетеді. Ол үшін жұмыртқамызды, майонезімізді және де қаймағымызды салып, үстіне кішкене ғана тұзымызды салып, одан кейін қопсытқышымызды салып, араластырып алатын боламыз. Сосын үстіне ұнымызды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне бізде осындай масса шықты. Одан кейін қызып тұрған тапамызға осы массамызды біркелкі қылып жайып шығамыз. Үстіне кетчупымызды салып, содан кейін кетчуп салып жағып болғаннан кейін үстіне осылай шұжығымызды және де қызанағымызды біркелкі қылып салып шығамыз. Үстіне үккіштен өткен ірімшігімізді салып, жай отта 10 минут пісіретін боламыз. Мінекей, бізде осындай пицца дайын болды. Дәмі енді өте керемет жұмсақ болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті комментарий жазып, жақындарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер болады. Сіздерге көп рахмет. Сіздерге ас болсын.